Облысымызда мемлекеттік қызмет туралы заңнаманың қолданылуымен мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдепті сақтауына мемлекеттік бақылау жіті жүргізіліп отырады. Осы орайда жүргізілген тексеріс барысында 220-дан астам заң бұзушылыққа жол берілгендігі анықталды. Бұл туралы бүгінгі өткен брифинг барысында мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы Болат Исақов хабарлаған болатын. Бұдан өзге департамент басшысы 2016 жыл бойынша 32 мемлекеттік қызметшіге тәртіптік жаза қолданғанын мәлімдеп өтті. Бүгінгі таңда аймағымыз бойынша 458 мемлекеттік орган қызмет етеді. Мемлекеттік қызметкерлердің штат саны 4444-ті құраса, соның ішінде саяси қызметкерлер саны 7 болып отыр. 2016 жылы Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік органдарымен 1461 бос әкімшілік мемлекеттік қызмет лауазымдарына конкурстар өткізілген. Мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері арасындағы ішкі конкурс 559 бос лауазымға, аталған конкурстарға барлығы 417 мемлекеттік қызметші қатысты. Жеңімпаз болып 294 үміткер танылды. Оның ішінде 201 мемлекеттік қызметші жоғары тұрған лауазымдарға орналасты. Сыбайлас жемқорлық тек мемлекеттік қызметшінің материалдық игілік жолындағы заңсыз қызметі ғана емес, сондай-ақ жеке не заңды тұлғаның сол мемлекеттік қызметшіні өз мақсатына сатып алуы да жемқорлық саналады. Департаменттің негізгі бағыттарының бірі сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сонымен бірге сыбайлас жемқорлықпен байланысты құқық бұзушылықтардың пайда болу себептері мен жағдайларын азайту болып табылады. Департаментпен 2016 жылы қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша 381 іс-шара 27 мыңға жуық адамның қатысуымен өткізілді. Мемлекеттік қызметшілер мен құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің, азаматтық қызметшілердің, квазимемлекеттік сектор, бизнес қауымдастығының, қоғамдық, діни және этномәдени бірлестіктердің, жастар ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының, үкіметтік емес ұйымдарының өкілдерінің, студенттер мен оқушылардың қатысуымен 263 лекциялар мен семинарлар өткізілді. Жемқорлыққа ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау мен зерделеу мақсатында жүргізілген талдау қорытындысына сәйкес 17 мемлекеттік органдар мен ұйымдарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдері болып табылатын 194 фактор анықталды. Айдана Маулянқызы, Махамбет Қансұлтанов, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.